әлеуметтік желілерде бәрі көбісі дейді енді жеңіл ақшаға бағытталды да, ал бірақ ұстаздықтың мамандықтың қыр-сырында. Мысалы мен осы жерде бір месседж айтқым келетін да, жылда қарасаң Мао Цзэдулардың өзі дейді да, Қытайда өзін айтатын дейді да, ел басқарып отқан кезде менің осы елдің тізгінін ұстаудағы деп қояды да, мықтылығым анау бір чалға, яғни кәрі мұғаліміме байланысты бастауыштағы жетістігім деген секілді. Мұғалімдер күнінде ғана емес, әрдайым осы арнаулы күндер емес, әр сәт сайын әлгі ғалымдардың айтатыны бар ғой, мен осығанға дейін жетістігім, осығанға дейінгі ғалымдардың иығын басу арқылы жеттім деген секілді, әр тізгінді ұстаған елдің азаматтары айтса да, осыған мен ұстазбен жеттім. Ұстазымның себепкерлігімен деген. Яғни осы былтырлар ғана осы көптен ойдап жүрген министрлердің де өзінде осындай бір ұстазына бір не жіберді да, челлендждер жіберді да, осы нәрсені көбейтсе да. Көп жағдайда бізде қазір қоғамда енді кішкене тоқмейілсіп қалдық та, көп жерде мен деп сөйлейтін болып кеттік. Бірақ фундаментальный нәрсенің бәрі ұстаз арқылы жеткенін айтпай жатыр да қоғам.